биік Алатау бөктерінде екі дос, Барыстың баласы Алан мен Арқардың баласы Қозыға көршілес өмір сүріпті. Екі дос бұл лашықты өздері жасап алған. Екеуінің ойнайтын орындары да осы. Мұнда олардың қызықты оқиғалар барысында тауып алған олжалары сақталады. Алан мен Қозыға үнемі қоршаған ортаны зерттеп, тамашалағанды жақсы көреді. Қозықа, сен санай аласың ба? Иә, мен онға дейін санай алам. 1, 2, 3, 4, мынау 5. Көрдің бе, Қозықа? Жұлдыз ақты. Ой! Иә, көрдім. Ағып түсті. Қозықа, біз анау аққан жұлдызды табуымыз керек. Иә, не де болса табуымыз керек. Ал тапқан соң біз оны үйіміздегі ең құрметті орынға қоямыз. Дұрыс айтасың, достым. Ең биік орынға. Өйткені ол жұлдыз. Балалар, үйге кіріңдер. Кеш батты, Алан. Қозықа, жұлдызды іздеуге ертең барайық. Иә, ертең. Таңертең, ерте тұрып барайық. Жарайды, келістік. Сау бол, Қозықа. Сау бол, Алан. Қозықа деймін, шықсаңшы. Қозықа! Міне келе жатырмын, Алан. Жұлдызды тауып, сосын осы дысқа салып аламыз. Иә, салып аламыз. Біз оны осы үйшігімізге әкелеміз. Міндетті түрде. Ал, кеттік, жұлдызды іздейік. Кеттік, іздейміз. Ажырамас арамыз, Қозықа мен Аланбыз. Қызық тауға таушынды, құмар болып алғанбыз. Таңмен тұрып таласа, жолға шығу тамаша. Керемет оймар әлем, ызғыршыннан қараса. Асулардан асамыз, мұздақтарды басамыз. Осылайша күнде біз бір жаңалық ашамыз, жаңалықтар ашамыз. Қорқам, Алан, қорқам. Үйге қайтайықшы. Жүгір, Қозықа, жүгір деймін. Жүгір деймін, Қозықа, жүгір. Не істеп тұрсыңдар? Бұл кім? Кімсің? Қайдасың? Мен мұндамын. Қайдасың? Хей, жоғары қараңдар. Енді төмен қараңдар. Мен мұндамын. Ей, сен немене? Бізді мазақ қып тұрмысың? Біресе жоғары, біресе төмен қара деп. Сен кімсің өзі? Аңқаулар. Кім аңқау? Біз бе? Қазір мен саған көрсетейін мазақ қылғанды. Көрсетейін аңқауды. Вау! Ай! Мынау шағып алды. Ауырып баратыр. Ай, қолым-ай. Тікені кіріп кетті. Маған тиіскенде өзі осылай болады. Сен кімсің?
қорықпаңдар. Мен кірпімін. Сендерге тиіспейм. Кірпі? Мен бұлай, өзім ешкімге тиіспейм. Ал өзіме тиіскенді аямайм. Өздерің кімсіңдер? Қараңғы түнде орманда неғып жүрсіңдер? Мен қозыққамын. Мен Аланмын. Біз анау жаққа құлаған жұлдызды іздеп бара жатырмыз. Жұлдыз деймісің? Түсінікті. Біз сол жұлдызды табуымыз керек. Сендердің аққан жұлдыз деп жүргендерің, ол ғарыштан ұшып келген тас қой. Оны метеор дейді. Сен оны қайдан білесің? Кітаптан оқығам. Иә, мына кітаптан. Кітаптан? Иә, метеор ол кәдімгі тас. Ол жерге жақындағанда қатты қызып, жұлдыз сияқты жарқырай жанып, бірнеше бөлікке бөлініп кетеді. Оның кішкене бөлшектерін метеорит деп атайды. Сол кішкене метеорит қой жерге түскен. Қалай? Қалай? Метеорит. Демек, аққан жұлдыз бұл метеор, иә? Ал жерге жетіп құлағанын метит дейміз ғой, солай ма? Қайдағы метит? Қайталап айтам. Метеорит дейміз. Кітапта солай жазылған. Сонда біз жұлдызды іздеп тапқанда, оны метеорит деп айтамыз ба? Иә, мет. Ата әдемі екен. Тамаша. Енді оны іздеп табу ғана қалды. Кеше мен анау жақтағы алаңқайға метеориттің құлағанын көргем. Іздегендерім сол жақта. Рахмет саған, кірпі. Кеттік. Метеорит. О! Ой, мұнау кәдімгі тас сияқты ғой. Дұрыс, тас қой. Анау кірпінің айтқанын ұмыттың ба? Сонда да, ең болмаса жарқырай ма десем? Ол суып қалған ғой. Сен одан да бұның сонау ғарыштан келгенін айтсаңшы. Дұрыс айтасың, мұндай метеорит ешкімде жоқ. Метеорит! Естідің бе, Алан? Метеорит! Айталам, метеорит дедім. Ғарыштан келген метеорит! Енді дұрыс болды. Метеорит. Біздің үйшігімізде бұның орны ерекше болады. Кеттік, Алан, үйге қайтайық. Кеттік.